Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар, кітап сүйер қауым. Өздеріңізге белгілі, биыл 2022 жылы тілтанушы, әдебиеттанушы Ахмет Байтұрсыновтың 150 жылдығы және Роза Бағланова апамыздың 100 жылдық мерейтойы ЮНЕСКО көлемінде аталып өтіліп жатыр. Және бүгін Талғар аудандық кітапханасында осы ару қыздарымыздың құрметіне ұлы даланың ұлы қыздары атты кітап көрмемізді ұсынғалы отырмыз. Біздің кітап көрмеміз 4 бөлімнен тұрады. Кітап көрменің басты мақсаты қазақ халқының арғы-бергі тарихындағы білек күшімен, шешен тілімен, жаңағы ақыл парасатымен, жаңағы аналарымыздың үлгі болар өмір жолын таныстыру және әдеби мұраларын насихаттау. Сонау жаңағы сан ғасырдан бастап сақталып келе жатқан қазақтың рухани жан дүниесіндегі ең асыл қасиеттердің бірі бұл ана мен қыз балаға деген қошемет көрсетуі. Мұндағы ананың қоғамдағы рөлін жаңағы бағалай білген ұлтымыздың ол ешкімге ұқсамас ең асыл қасиеті деп ұғынсақ болады. Қазақтың қыздары өздерінің тәрбиесімен, әдептілігімен, қайсарлығымен, батырлығымен ерекше көзге түскен. Және өздерінің осы нәзік жанды екендіктерін ұмытып, қолдарына қару алып жауға шапқан. Тарих беттеріндегі осы қыздардың жаңағы өшпестей із қалдырған. Енді осы тарихтағы қыздарымыздың өміріне келетін болсақ, бірінші бөлім қызы батыр ел, ұлы ел деп аталады. Мұнда қазақ халқының тарихи тұлғалар атты бірінші шығармада тек адамзат тарихындағы қасиетті аналар, оның ішінде қазақтың абыз, аңыз аналары, қалың елдің туы болып көш бастаған, ұлттың ар намысына, ұятына және махаббат символына айналған қыздар туралы жазған. Бұл кітапта 418 қыздың өмір тарихы берілген. Жаңа айтып өткендей, бұнда абыз аналар, аңыз аналар, қазақтың ару қыздары, патшайымдары, қаһарман қыздары және ғалым қыздары, ақын қыздары, өнерлі қыздардың өмір тарихы берілген. Келесі кітап қазақ тарихындағы әйелдер. Қазақ тарихындағы әйелдер атты бұл шығармада қазақ тарихындағы әр кезеңдерде жаңағы өзінің даналығымен дараланған, ерлігімен ерекшеленген, парасатымен барша жұртқа өнеге бола білген қазақ әйелдері туралы жазылған. Келесі Сүйінбике ұлы дала ару атты шығармада әйел жанын әйгілеп жүрген жазушы Шәрбану Бейсенова өзі Сүйінбике туралы осы кітапты құрастырып шығарған. Сүйінбике 16 ғасырдағы Қазан хандығының патшайымы. Сүйінбике жаңа азаттық жолында құрбан болған, отаршылықтың зардабын шеккен, қиянат көрген. Қаһарлы Иван Грозный 1549 жылы жаңа Қазан хандығына шабуыл жасайды, керемет дайындықпен. Сол кезде сол шайқаста Сүйінбикенің күйеуі қайтыс болады. Қолындағы 3-4 жасар баласымен жесір қалған жаңағы Сүйінбике бар билікті өзінің мойнына алып, жауға қарсы күреске шығады. Келесі Даниелбек Дүйсенбаевтың Домалағаны атты кітабы. Домалағаны кесенесі Шымкент қаласы мен Шаяны ауылының арасындағы Балабөген өзенінің жағасында орналасқан. Домалағаны 1375-1426 жылдары өмір сүрген. Түркістандағы Бабарат мешітінің имамы Мақты Мағзам қожаның жалғыз ұлы Әли Исламның қызы Домалағаны. Домалағананың шын аты Нұрила, анасының аты Нұрбике. Домалағана ата-анасынан ерте айырылады, әкесі әскерден қайтпайды, ал анасын Түркістандағы өзенге шомылып жатқанда жылан шалып өлтіреді. Ал Домалағананың тәрбиесін атасы Мақты Мағзам мен әжесі Зухраның қолында болады. Кейін Бәйдібек биге атасы қосады. Өйткені атасы өзінің түсінде жаңағы немересінің білегінен кім ұстаса, соған немересінің ұзату керектігін түсінде көреді. Сондықтан да жаңағы сол кездерде жаңағы Домалағана Нұрила құдықтан суалам деп суға құдыққа түсіп кетеді. Сол кезде жаңа атты арыменен нөкерлерімен келе жатқан Бәйдібек баба жаңа құдық басына аттарын суару үшін түскен уақытта қызды көріп білегінен ұстап шығарып алған. Содан кейін жаңағы Домалағана сол Бәйдібек биге күйеуге шығады. Бәйдібек бидің бұдан басқа 2 әйелі болады, бірақ солардан көрген зардабына да қатты шыдайды, себебі өзінің адамгершілік, жаңағы өзінің сондай бір қарапайым, мейірімді жан болады. Сондықтан да бұны Домалағананың
балаларына да қастандық жасаған кезде сонда анамыз кешіре біледі. Сондықтан да бұны әулие ана деп атап кеткен. Домалақ ана парсы тілінде домалақ ана дихнат ана дейді, әулие ана. Сондықтан осылай атаған. Домалақ ана өзінің бойы аласа және толықтау келген, бет жүзі де домалақ болғандықтан домалақ ана деп атауы деген тұжырымда бар. Бұл кітап негізінде жаңағы 1846 жылдары Аққұс Сатыбалдыұлының домалақ ана тарихы атты кітабының негізінде алып жазылған кітап. Бұл кітап жаңағы Бәйдібек бабамыздың 615 жылдығы, домалақ ананың 613 жылдығына арнап шығарылған кітап. Мына аңыз журналында да жаңағы Бәйдібек бабамыз бен домалақ анамыздың өмір тарихы берілген. Келесі Болат Жандарбековтың Сати атты шығармасы. Бұл Томирис туралы жазылған. Томирис біздің заманымызға дейінгі 6 ғасырда өмір сүрген. Массагеттердің патшайымы, Сақ көсемінің Ишбақайдың ұрпағы. Томирис 5 жасында асауатты үйреткен. 6 жасында Ақинақ семсерімен жаттыққан. Ақинақ семсері деген бұл сақтардың 40 сантиметрлік қысқа семсері. 13 жасында найза семсермен керемет шайқаса білген. Томирис жаңағы қарумен қалай қолдану керек екен және қарудан қалай қорғану керек екенде жақсы меңгерген. Томирис өсе келе бой жетіп жаңағы тиграхауыттардың билеушісі Рустамға күйеуге шығады. Үйлену тойы өтіп болған өткеніне аз уақыт өткеннен кейін Томиристің әкесі қайтыс болады. Одан кейін әкесі қайтыс болады, бар билікті Томиристің мойнына болады. Азия билеушісі деген атпен танылған Мидия елінің патшасы Кир бірталай елдерді бағындырып және Ұлы Дала еліне де көз салады. Ол сол жорықтардың бірінде шайқаста жаңағы Томиристің күйеуі қайтыс болады. Баласы тұтқынға түседі. Томирис баласын босату үшін елші жібереді, бірақ оны Кир патшасы қабылдамайды. Одан кейін Кир патшасы өзі жаңа Томириске елші жібереді. Себебі жаңаға Томиристі өзін әйелдікке алмақшы болады және екі елді біріктіріп бейбіт өмір сүреді деген ұсыныс жібереді елшісіне. Бірақ ол ұсынысын да Томирис қабыл алмайды, бетін қайтарып шайқасқа шығады. Шайқаста жаңағы Кир патшасының сарбаздарын ойсырата жеңеді. Келесі өз отанын, өз жерін қорғау үшін көпұлтты кеңес одағының құрамында біздің қазақ ер азаматтарымызбен бірге біздің қазақ қыздарымыз да Ұлы Отан соғысынан атанған. Сондай қаһарман қыздарымыздың бірі Мәншүк Мәметованың биыл 100 жылдық мерейтойы. Мәншүк Мәметова 1922 жылы Орал облысында дүниеге келген. Әкесі Жиенғали, анасы Тойылша және екі бауыр болған. Мәншүктің шын аты Мәнсия. Әкесінің бауыры Ахмет және келіні Әминаның балалары болмағандықтан Мәншүкті сол бауырына береді. Мәншүктің балалық шағы Алматыда өтеді. Әкесі Ахмет Қазақстаннан ең алғашқы шыққан дәрігерлердің бірі. Бірақ 1938 жылы халық жауы деп атылып кетеді, қамауға алынып. Ал Мәншүк Ұлы Отан соғысы басталған кезде Алматыдағы медиа институтта оқып жүрген болатын. Осы жағдайды естігеннен кейін оқуын тастап, ол өзінің жаңағы Ұлы Отан соғысына сұранады. Ол бірден қабылдамайды. 1942 жылы соғысқа аттанады. Ол жерде пулеметші болады. Невель қаласының жаңағы құтқару үшін шайқаста өзінің ақты демі қалғанша сол жерде соғысып, сол жерде қаза табады. Мәншүк Мәметова қазақ қыздарының арасында ең алғашқы батыр атағын алған Мәншүк Мәметова. Ұлы Отан соғысында 21 жасында 418 күн ғана болған екен. Ұлы Отан соғысында 21 жасында қайтыс болған. Келесі Хиоз апамыз. Хиоз апамыз 1922 жылы жаңаға дүниеге келген. Апам мектеп қабырғасында жүрген кезінде жаңа ұшқыштар дайындайтын курсты оқып алған екен. Одан кейін жаңағы бұл Москвадағы Жуковский атындағы әскери әуе академиясына барады, бірақ қыз баласы деп ол жерді қабылдамайды. Одан кейін медиа институтқа тапсырып, сол жерде медиа институтқа оқуға түседі. Одан кейін Ұлы Отан соғысы басталған кезде ол бірінші курсты аяқтаған кезі болатын. Содан Ұлы Отан соғысына барады, ол жерде ұшқыштық өмірі басталады. Апамыз әуеге 300-ден аса жаңағы тапсырманы ерлікпен орындаған екен. Сондықтан да апамыз қанатты қыз деп атап кеткен екен. Апамыз соғыстан кейін өз еліне оралып, біраз жыл жұмыс істейді. 2008
1991 жылы 86 жасқа қараған шағында дүниеден өтті апамыз. Енді өмірім менің өнерім атты бөлімде бұл қазақ өнерін аспандатып жүрген апаларымыз жайында. Сәбира Майханова апамыз 20 ғасырдағы қазақ сахнасының, қазақ кино өнерін биікке көтеріп жүрген ұлы тұлғалардың бірі. Апамыз 1914 жылы 1 қаңтарда дүниеге келген Қызылорда облысында. 1932 жылы мемлекеттік академиялық драма театрына қабылданады. Ең алғашқы сомдаған рөлі Бейімбет Майлиннің «Майдан» атты драмасындағы Алтынайдың рөлін сомдаған. Мына бұл кітап апамыздың 100 жылдық мерейтойына 2014 жылы шығарылған фотоальбом. Апамыздың 60 жыл өмірін осы театрға арнаған екен. Келесі Әмина Өмірзақова. Әмина Өмірзақова кім? Әмина Өмірзақова қазақ сахнасының актрисасы, қазақ халқының аяулы перзенті, мемлекет сыйлығының лауреаты, және қазақ сахнасы мен қазақ кино өнерінің хас шебері, майталманы, отан және еңбек қызыл ту орденінің иегері. Апамыз 150-ден аса рөлді сомдаған екен. Оның ішінде айта кететін болсақ, өздеріңізге белгілі «Тақиялы періште», «Ана туралы жыл», «Шаңырақ» атты кинолары. 1975 жылы жаңа әскердегі жас жігіт, бүгінгі күнде жазушы Дулат Исабеков Бибігүл Төлегенова апамыздың орындаған «Гауһартас» әнін тыңдаған екен. Сол әнді өзінің көңіліне ұнап сценарий жазып, сол жылы «Гауһартас» киносын түсіреді. «Гауһартас» киносындағы қарапайым отбасынан Салтанат атты жас қыз келін болып түседі. Сол Салтанаттың енесінің рөлін осы Әмина апамыз орындаған. Әмина апамыздың бұл кітабы 2019 жылы 100 жылдық мерейтойы ЮНЕСКО көлемінде аталып өткен, сол құрметке арнап шығарылған. Келесі Бекен Римова апамыз. Бекен Римова апамыз ұлтымыздың ұлттық өнерін асқақтатып жүрген, небір қазақтың ару қыздары мен небір абзал аналарымыздың рөлін сомдаған жан. 1923 жылы Талдықорған қаласында дүниеге келген. 7 жасында әкесінен, 17 жасында анасынан айырылған. 1939 жылы Алматыдағы есеп кредит техникумына түседі. Бірақ ол көңілінде театр тұрғандықтан осы ұлы оқуды жалғастырмай тастайды да, жаңағы театр көркем сурет өнер училищесіне оқуға түседі. Оны аяқтаған кейін 1941 жылы Мұхтар Әуезов атындағы драма театрға қабылданады. Содан жасы 70-ге келгенше сол театрда қызмет етеді. 60 жыл өмірін берген. Бұл осы апамыздың 90 жылдық мерейтойына арнап шығарылған жаңағы фотоальбом. Келесі би падишасы Шара Жиенқұлова, туғаннан 110 жыл. Шара Жиенқұлова қазақ би өнерінің алғашқы қарлығашы және қазақта би жоқ деген жаңа ұғымды жоққа шығарған кәсіби маман. Шара Жиенқұлованың шын аты Гүлшара. Шара Жиенқұлова Польша, Чехословакия, Біріккен Араб Әмірлігі, Италия, Франция, Қытай, Индия, Сирия, Ливан елдерінде болып өзіміздің ұлттық биімізді насихаттаған және сол елдің де би өнерін өзімізге тамаша шеберлікпен жеткізе білген жан. Және Ұлы Отан соғысы кезінде сарбаздардың рухын көтеру үшін концерттік программасында берген. Және қорғаныс қорына өзінің жинап берген ақшасын өткізіп, жаңағы Шара Жиенқұлова атындағы танкте шығарылған екен. Мына кітапта Шара апамыздың жаңағы өмір тарихы берілген, екі тілде, орыс және қазақ тілдерінде, және ұлы тұлғалардың Шара апамыз туралы жазған жылы лебіздері берілген. Апамыз бір үйдің 15-ші қызы екен. 15-ші қыз екен. Көп балалы отбасынан шыққан апамыз. Шара апамыз 15-ші болса, артынан тағы да сіңлісі бар екен, және 3 інісі бар екен. Сондай көп балалы отбасынан шыққан апамыз. Аңыз журналында және мына кітаптарда апамыздың, бұл кітапта жаңа апамыздың 100 жылдық мерейтойына арнап шығарылған фотоальбом. Келесі қазақ бұлбұлы атанған Күләш Байсейітова. Күләш Байсейітова 1912 жылы 1 қаңтарда дүниеге келген Қарағандыда. 1957 жылы Москвада 45 жасында қайтыс болған. Қазақ өнерін аспандатқан, қазақ бұлбұлы атанған апамыз тек қана қазақ әндерін ғана емес, басқа да елдердің әндерін тамаша орындаған жан. Келесі өздеріңізге белгілі, жаңа айтып өттім, қазақ ән әлемінің падишасы Роза Бағланның 100 жылдығы. Роза апамыз жаңағы 1922 жылы дүниеге келген. Апамызды жаңағы Кеңес одағының халыққа көрсеткен қиянаты
жаңағы азаттық соғысы, азамат соғысы, халық жауы, жетім қалу, ашаршылық, осы барлық дүние осы апамызды басынан өткен. Апамыз небәрі жасы 18-ден асқан кезінде жаңағы отан соғысына Өзбекстаннан концерттік бригадамен бірге кеткен. Содан әншілік өмірі басталады апамыздың. Сарбаздардың алдында қан кеше жүріп концерттер қойылады. Мына мақалада осы апамыздың жаңа арналып жазылған несі мақала. Келесі Жамал Омарова апамыз да әнші. Апамыз бұл кісінің туғанына 110 жыл. Бұл мектеп қабырғасында жүрген кезінде өзінің әншілік екенін дәлелдеген апамыз. Апамыз халық әндерін тамаша орындаған, әні әлемге тараған, өз еліміз басқа әлемдерге де тараған. Және отан соғысы кезінде де бұл кісі жаңағы сарбаздарға ән концерттерін қойып отырған. Ғазиза Жұбанова. Ғазиза Жұбанова апамыздың 95 жылдығы. Бұл қазақ әйелдерінің арасынан ең алғашқы шыққан композитор. Бұл кісі ұстаз және профессор, қазақ халқының халық артисі. 1927 жылы дүниеге келген. Бұл кісінің де әндері өзіміз емес, өзге мемлекеттерде кеңінен танымал болған. Қаншама симфония, оркестрге, жаңа кинофильмдерге де музыка жазған адам. Енді келесі бөліміміз дүние бар бақытты тербетуде аяулы арулардың келбетінде деп аталады. 20 ғасырда қазақ әдебиетінде ең басты тақырып бұл әйел тақырыбы, әйел тағдыры, әйелдің құқығы туралы болған. Енді осы туралы қалам тербеген жазушылардың еңбектерімен таныстырып өтейін. Жүсіпбек Аймауыттың Ақбілек атты романы. Бұнда басты жаңағы кейіпкер Ақбілек. Және Ақбілектің сүйген жігіті бар. Ол жаңағы ол жігітіне қосыла алмайды Нұрболға. Себебі жаңағы Ақбілекті орыс офицері намысын таптап қорлық көрсетеді. Бірақ сол анасы жаңағы бұның қорлығына елде өсек тарайды. Сондай жағдайдан қорғайын деп жүргенде анасы қайтыс болады. Ешкімнен қорғаныш таба алмаған кезінде жалғыз жеңгесі Ұрқия ғана көмектеседі. Сол жаңағы өзінің сүйген жігітімен қайдан табыстырып, үйленеміз деп жатқан уақытта жаңағы Нұр жігіті де алмай кетеді. Өйткені Ақбілек бұл кезде аяғы ауыр жүкті болып қалады. Бірақ Ақбілектің өмірге деген талпынысы, бұл сондай жаңағы өсекке қалса да жаңағы өмірге қайта құштарлығы керемет жазылған. Алып оқысаңыздар өте керемет. Қиын тағдыры бар. Келесі Ұлпан, Ғабит Мүсірептің Ұлпан атты романы. Бұнда жаңағы Ұлпан өте адамгершілігі мол, ақылды қыз. Бұл жерде екінші кейіпкер Есеней, аузы дуалы би. Бұл би жаңа бір күнде екі баласынан айырылады, шешек ауруынан. Енді бір перзентке зар болдым деп жүрген кезінде Ұлпанды көреді де, өзінен 40 жас кіші жаңа Ұлпанды екінші әйел қылып алады. Ұлпан апамыз сондай қорлыққа да сондай неге де көнгендігінен өзінің кейін ұлы анаға айналады. Қилы тағдыры бар бұл кісінің. Алып оқысаңыздар керемет кітап. Мұхтар Әуезовтің Қорғансыздың күні, бұл атынан да белгілі тұр, қорғансыз. Бұл шығармада жаңағы ауыл, 100 жылдық жаңағы ауылдың тарихы белгіленіп отыр. Бұл жерде жесір дауы, әдет, қазақ халқының салт дәстүрі, жесір дауы, жетім дауы дегенде бәрі жақсы белгіленген. Бұнда жаңағы қорғансыз жандар, бұл кәрі әже және соқыр ана, көз көрмей қалған, және 13 жасардағы Ғазизаның өмірі. Үйіне қонақ болып келіп отырып, әкесіне көңіл айта келіп отырып, жаңағындай 13 жасар қызды жаңа қорлық көрсетіп кетеді. Осыған шыдамаған жаңағы Ғазиза әкесінің қысқа әкесінің жаңа моласына барып түсіп өледі. Көрдіңіздер ме, қандай қиын жағдай. Сондай жақсы жазған романдар. Мұнда Ақселеу Сейдімбектің Аққыз атты шығармасы. Аққыз бұл Таймас батырдың 7 ұлынан кейінгі жалғыз қызы. Соған үміт артып отырады. Менің ұрпағымды жалғастырушы деп. Аққыз өте ақылды, парасатты болып өседі. Аққызды жаңағы әкесі ел мен елдің арасында, өзінің орнына елдің арасында туындаған дауларды шешуге де жіберіп отырады. Аққыз өзінің сүйген жігіті бар, бірақ бір жаңағы дауды шешуге барған кезінде Аққыз жеңіліп қалады да, Аламан деген батырға жаңағы екінші әйел болып баруға келісім береді. Бірақ тоқал болып баруға
көңілі дауаламай алып кетуге келген жаңа аламан батырға айтады, мен әкемнің мен шешемнің жаңа көзімен қарасын біраз күте тұрыңыз деп айтады. Сол кезде жаңа өзінің сүйген жігіт келіп, сүйген жігітіне бар жағдайды айтады. Сонда енді тағдырдың жазуы шығар деп жігіті бұл ақ қыздан 3 нәрсесін сұрап алады. Ол не нәрсе екенін кітапта алып оқысаңыздар өте қызық. Кейін сол өзінің сүйген жігітіне қосылады, бірақ аламан батырға жаңағы несінің айыбын төлеп отар қойларын қалың жаңа береді. Сөйтіп тату-тату өмір сүреді. Бұдан кейін де Спандияр Көбеевтің Қалың мал романы бар. Мұнда да қалың мал деп өзінің атынан да айтылып тұр. Жаңағы байлыққа тоймаған қыздың әкесі Ғазизаның сөйтіп жаңағы Ғазизаны малға сатпақшы болған, осындай қилы тағдырды кешкен біздің қыздарымыз қандай керемет қыздар десеңіз кезінде. Енді келесі бөліміміз сұлу сөзді көкке ұшырған деп аталады. Бұнда жаңағы жазушы деген бұл үлкен жаңағы институт. Бұған Тәңірдің берген таланты жетпейді. Бұған әрдайым ізденісте жүру керек, оқу керек, іздену керек. Жастайынан сондай ізденіп, оқып, ойланып толғанған адам ғана жазушылыққа жетеді. Солардың ең алғашқы жаңағы Байқадамова, Назипа Құлжанова, Мәриям Ғабитовалардың жалғасы кейінгі Шарбану Құмарова, Шарбан Бейсенова, Мария Қожахметова, Сара Ратиева, Зейнеп Ахметова, Бауыржан Момышұлының келіні, Сәуле Досжанова, Роза Мұқанова және Заида Елғанденова, кейінгі жас толқын Сағадат Ордашева. Және қазақ қоғамында жаңағы өз өмірін өлеңге арнаған біздің ақын апаларымыз бар. Олардың бірі жаңағы биыл Қанипа ақындықта ақтуын аспандатқан Қанипа апамыздың биыл 80 жылдық мерейтойы. Мына адасқан жапырақтар атты кітабында апамыздың шығармалары, өлең жолдары берілген. Мұнда апамыздың қызмет жолы, шығармалар туралы жазылған мақала. Және осының жалғасы Ұлы Отан соғысы кезінде Мәриям Хакімжанова деген апамыз болған. Бұл соғыстан бұрын өлең жазған ақын апамыз. Соғыс жылдарында Зияда Талауова, соғыс 60-шы жылдардағы жаңағы Тұрсынхан Абдрахманова апамыз. Бұдан бертін келе Марфуға Айтқожина, Фариза Оңғарсынова, Күләш Ахметова, Ақшқа Бақтыгелеева, Марфуға Бектемірова және кейінгі Насира Бегалары қыздарымыздың шығармаларын қойып отырмыз. Құрметті оқырмандар, біздің мынандай кітап көрмемізді келіп тыңдармандарыңызға көп рахмет. Және осындай қыздарымыздың жалғасы, өздеріңіздің аналарыңыз. Осы аналарыңызды қазірден бастап құрметтеңіздер. Аналарыңызға ешқашанда ой қойшы, мама қойшы ту деген сөздерді айтпаңыздар. Бүгінгі күн ертеңгі тарих, бүгінгі күн ертең қайталанбайды. Сондықтан анаңызды дер кезінде құрметтей біліңіздер. Аналарыңыз аман болсын, сіздердің жақсылықтарыңызды көре берсін. Сіздердің бүгінгі келіп тыңдағандарыңызға, маған зер салып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Я была Кандарбеком Сакетом. Бұл кітаптарды ұнаса, біздің аудандық кітапханаға келіп алып оқысаңыздар болады. Аққыз жаңағы Ақсел Үсенбектің керемет жазған романы, ана ұлпан. Жаңа айтып өтейін, алып оқыңыздар. Мен қысқа ғана айттым, себебі сіздер қызықтыру үшін ғана айттым. Арқыры оқысаңыздар, бұл қыздардың қилы тағдырлары жазылған. Сон мысалы керемет анаға арналып, бірақ кейінгі тағдыры өте қиын болады. Соның бәрін алып оқысаңыздар болады. Ақын апаларымыз мінекей
міне қыздардың тағдыры жаңағы 20 ғасырда айтып әйел құқығы, әйел тағдыры туралы жазған жазушыларымыздың еңбектері мұнда. Астында жазушылар Nasıl aldı okumuzlar? Asıl şimdi başka da koy yazgan жазушы. домалағана деген ана не жақта көрсетіп қойды. Иә. Бұл Болат Жандарбек жаңағы біздің шара иә, бұл енді сондай аталады, енді оны тарих негізгі кітабынан алып оқу керек, оны енді бізде жоқ. Бұл жаңағы кітап айтып отырмын ғой, Бейдің 615 жылдығына, ал ана домалағананың 613-іне арналып, сол кітаптың негізінде алып жазылған кітаптар ғой, жаңағы домалағана туралы.